Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте жұмсақ, нәзік болып шығатын зебра пирогының рецептін ұсынбақшымын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бисмилля деп бастайық. Ол үшін 4 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Шамамен 2 минуттай. Пирогтың құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Достар, мына жерде сметана салынған видео түспей қалыпты. Сметана салып жақсылап араластырып аламыз. Онан соң сары майды саламыз, ерітілген сары май. Одан соң електің ішіне ұнымызға сода салып араластырып аламыз да 2-ге 3-ке бөліп, өздеріңіздің қалауларынша 2-ге 3-ке бөліп сұйық массаға қосасыздар. Бізде осында сұйық масса шығады, соны 2-ге бөлесіздер. Бір бөлігіне 3 ас қасық какао саласыздар да, оны жақсылап араластырып аласыздар. Ол бізде шоколадный масса болуы керек. Бізде масса дайын, достар. Енді оны формамызға орналастырамыз. Менде 22 диаметрлік форма. Кезек-кезек араластырып саласыздар. 2 ас қасықтан салыңыздар, достар. Себебі жолақтары жақсы көрінеді. Ал 1 ас қасықтан салатын болсаңыздар, жолақтары көрінбей қалады. Осылай бетіне жолақтар салып шықсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Содан 180 градуста 40 минут пісіреміз. Оның үстіне әп-әдемі болып, жақсы болып көтеріледі. Жұмсақ болып пісті. Осы рецептпен істеп көріңіздер. Сау болыңыздар.